Саламатсыздар ма? Маған бүгін мынандай сұрақ қойды. Осы гүлдерді гүлдеп болғаннан кейін қалай сақтау керек? Қалай көбейтуге болады? Ол қурап мүлдем жоқ болып кете ме? Не істеу керек деп соған байланысты осы бейнебаянды түсірген едім. Мына гүлдің аты бұл каланхои. Күтіміне аса көп ауырлық, қиындық ештеңесі жоқ. Күтімінде бір жылдың ішінде бірнеше қайтара гүлдейді. Дегенмен де ол өсіп тұрған осы гүлдердің өзі үйде бірнеше жыл өткеннен кейін тіпті діңі қатайып үлкейе бастайды. Немесе кез келген гүлдері түсіп қурағаннан кейін не істеу керек сол жағдайда? Біз міне мынандай нәрсе жасаймыз. Мына арада көріп тұрсаңыздар, әбден үлкейіп өскен каланхои гүлін мен мысалға осыдан бір ай бұрын мен тып-типыл қылып қидым. Қазір енді ол тып-типыл болып қиылғаннан кейін жаңадан өсіп келе жатыр. Міне мысалға каланхои гүлінің де кез келген жерінен, мына жерден қазір қиып алып, сіз тамырландырып өсіре аласыз. Ол кезде мен қайтемін, мысалға мынандай кішкентай ыдыстарды аламын. Енді бұл каланхои гүлінің жапырағы суға тисе ештеңе етпейді, бірақ көп жағдайда кейбір гүлдердің жапырағы су тисе де өліп қалады. Сондықтан міне стаканчикке суды құйғаннан кейін бетін фольгамен жауып, каланхоині қиып алған каланхои гүлін салып, міне ол 1-10 күннің ішінде тамырланып шықты. Бұл гүлді мен тамырланып болғаннан кейін енді топыраққа отырғызатын дер шағы келіп тұр. Ең алдымен не болғанда да кішкентай ғана шағын ыдысты алу керек. Міне кішкентай ғана стаканчик аламын. Мынандай жаңа мөлдір ыдыстарды алатын себебіміз ол тамырланып жатыр ма, қандай жай күйі көрініп тұрады осындай стаканчиктерден. Мына бірден үлкен ыдысқа отырғызатын болсақ, мысалға ол гүлдің не тамырланып көбейерін білмейді үлкен ыдыстан, не жапырақ өсерін білмейді. Сондықтан алдыменен шағын ыдыстарға отырғызу керек. Енді осы фиалка гүлінен басқа да гүлдерді қалай көбейтуімізге болады? Міне мына арада бегония дейтін әдемі гүл тұр. Королевская бегония дейміз, өте әдемі гүл. Осы гүлдің бір жаңағы өсіруіндегі бір қиындық, гүлдеп болғаннан кейін қурап жапырақтары түсіп сондай күй кеше бастайды. Сол кезде не істейміз? Тіпті қурамастан бұрында ол гүлді көбейткіңіз келсе, титімдей ғана жапырақ күйінде алып, мына жерден кесіп аламыз да, кезге бір жапырағынан немесе бір сабақшасынан мынандай кішкентай стаканчиктерге отырғызып, салафанмен жауып қоямыз. Содан кейін оны суарғаннан кейін жауып қоямыз. Күніне бір күнге біз ашып қарап отырамыз. Себебі ішінде су құйылды ғой, буланып, ол шіріп кетуі мүмкін. Міне мына арада әдейі өсіп жатқан бір түрін көрсетіп отырмын. Осындай стаканчиктерге отырғызуға болады, немесе мынандай кез келген бір беті жабылатын ыдыстарға да отырғызуға болады. Мына арада қарасаңыз, міне жаңағы осындай кішкентай жапырақтан өскен гүлдер тұр. Енді мына арада бір әп-әдемі өсіп тұрған фиалка деген гүлді көрсеткім келеді. Міне фиалка, бұл гүлді көпшілігі жаңағы жапырақтарына су тигізіп алғаннан кейін қуратып алады дағы, өсіре алмай қалады. Жапыраққа су тигізбей, поддонға ғана жаңа су құйып, соған отырғызып қойған дұрыс. Бұны да бір жапырағынан кесіп аламыз да, жаңағыдай кішкентай ғана ыдыстарға отырғызамыз. Міне қарасаңыздар, мына жапырақтардың ішінде осы мына біздің айтып отырған фиалка гүлі де бар, басқа да гүлдер де бар. Енді мына арада көрсеткім келіп тұр. Міне тап бір жапырақтан өсе бастағанда қандай болады күйі? Міне көрдіңіз бе, жарты стаканчикті отырғызып алып өсірдік. Қазір міне балалары шығып көбейіп жатыр. Бұл кішкене өскеннен кейін жеке-жеке ыдыстарға отырғызатын боламыз. Міне мына жерде пеларгония дейтін гүл бар. Герань дейміз. Бұл әдемі бір сорты бар, жақсы гүлдің түрі. Сосын мына жерде міне глаксиния дейтін гүл бар. Бұл гүлді де мен титімдей жапырақ күйінде отырғыздым. Ол өсіп келе жатыр. Міне сол бір түйір жапырақтан қазір міне біздің жаңағы глаксиния гүліміз әп-әдемі болып гүлдеп тұр. Енді тағы да бір жолы бар. Қалай көбейтуге болады? Оның бір жолы кейбір гүлдердің өздерінің жаңағы дәнектері, тұқымдары шығады. Мына арада мен сондай саланум дейді, мынау жаңағы үйдің ащы бұрышы, үйде өсетін тағамға да қосуға болады. Соларды өсіріп,
дәндерін алғаннан кейін міне жиі осылай жекелеп қайтадан отырғызып отырамын. Енді жаңағы фиалка гүлдерін көбейтудің бір жолы фитильді полипке қоямыз. Міне кішкентай стаканға ыдысты гүлді жапырағын салғаннан кейін міне астында қарап тұрсаңыз, мына 2 стакан, бірінің ішіне бірі қойылған. Бір стаканчиктің ішін міне тесіп алып, синтетика жіпті ішінен өткіземіз де, мұны суға салып қоямыз. Өзі жайлап қана мөлшерімен ішіп отырады. Мына арада қазір мен біреуін көрсеткім келіп тұр. Мына жерде қаншама әдемі жаңағы фиалка гүлінің көп кездесе бермейтін сорттары өсіріліп жатыр. Бұларда фитильді полипте тұр. Міне қарасаңыз, суды жайлап өзі тартып алып отырады. Міне гүлдерді көбейтудің жолдары осылай. Гүлдерді өсіріңіздер.